Күзгенде біріншіден, екіншіден, ертең крышадан по-любому қар түседі ішіне. Көктемде мұз қатады, күндіз ериді, кешке таман қатып қалады. Ішіне мынандай слой мұз жатқан кезде, мынаның бортигі жоқ па, жылыңыз бітіп кетеді. Дей ба? Крючок уақытта жібереді. Автоматически. Ол алды да бит мастер салды. Сол кезде мынау түзелді. Бортигі жоқ, мүлде де бар. 150 мыңға санап тұр. Сіз 220 мыңға санап берсе, мен сізге 70 мың арзан берейін оны. Бірақ ол. Бұл негізі резинасын кигізу керек мағаншы. Мынау резиновый уплотнитель. Осыны силикон жақпай-ақ. Осы жерге тура міне өзінің ізі тұр. Осыны қоясыз да кигізесіз. Бірақ мен аны кигізбеймін. Мына резинамен кигізсем мен шығарамай қаламын оны. Резинасын кигізіп берейін. Осы іріктейді. Шығарып көрші бұрадан. Енді мына жерінен тағы біреуін кигізесіз. Резинасын саласыз. Еще резинасын салып болғаннан кигізесіз. Силикон жақпай қойсаңыз да бұл 100%. Мен мына водостокқа гарантия беремін. 100%. Басқа водостоктар бүйтіп шыдамайды. Это максимум 5 жыл. Ең көп дегенде 5 жыл шыдайды. Нормальный еще уходпен. Крючогын 60-тан 50-ден қоясыз. Еще крышаңызда қар қалың түссе, қарын тазалап жіберуіңіз керек. Снегожатель обязательно болсын. Мынаған снегожатель бар ма, жоқ па, ішінде қанша градус. Онда қар жоқ па, бірақ су. Енді ол сонда да бір қойған нәрсе. Сіз тегін алмайсыз ғой, ақшаға аласыз ғой, қып-қызыл ақшаға. Сіз ана ақшаны табу үшін қанша еңбек етіп жатсыз. Қойдыңыз 20-35 жыл. Хотя бы 15-20 жыл, хотя бы тұрып беру керек та. Бір 15 жылдан кейін егер сынып, свет өңіп, кішкене майысып жатса, сіз өкінбейсіз. Неге? Потому что өзінікін ақтап берді. Ауыстыра салу қиын емес. Қойдыңыз 5 жылдан кейін именно күн жақ бетіңіз, қоңыр светіңіз ағарып, свет өңіп кетсе, ол емес пе? Мынау өнбейді. 100%, 100%. Бөгетін болса осындамын ғой. Келесті айтасы, тиктоктан көрген мені. Мен саған подписчикім, не болып? Бізде өзбектер егізіп істеп жатыр да, енді бар ма сізде анандай?